Енді біздің келесі үшінші әдісіміз. Үшінші әдіс. Осы әдісті үйреніп алыңыздар. 3D есепте конустың қимасы деген кезде осы әдісті қолданатын боламыз. Конустың ішіне іштей шар сфера салынды деген кезде осы жағдай болады. Орталық қимасын алған кезде сол ортасы болады. Конустың ортасын қисам үшбұрыш шығады ғой. Енді конустың ішінде сфера болса, ортасын қисам фигура шықпай ма? Үшбұрыштың ішінде іштей сызылған шеңбер болып қалады ғой. Сол жағдайда бізде керек болады екен. Қараңдар. Енді мынау іштей сызылған шеңбердің центрі ненің бойында жататын еді? Бисектрисаның бойында, иә? Әрбір бұрыш не істейді? Теңдей бөлінбей ма? Мынаны альфа десем болады, иә? Жоғары жақтан биіктікті өткізсем, оларда не істейді? Бәрі теңдей бөлінеді. Ішіне салып едім ғой. Так, мыналарда не істейді? Бір-біріне тең, тоже альфа, иә? Енді қараңдар, осы жерден біздер жазып алайық. Мынау немене еді менде? Бір ұзындық радиусы, иә? Іштей сызылған шеңбердің радиусы. Мына жер не болады? Общий биіктіктен нені азайтқаным? R-ді азайтқаным болады. R H минус R болады. Келісеміз, иә, осыменен? Так, осымен келіссек, общий А болатын болса, мына жердің табаны қандай болады? А бөлінген 2 болады. Мына жағда А бөлінген 2 болады. Осы ұзындық нерге өтіп кете ма? Тоже өтіп кете алады. Давайте B деп қоя салайық. Қараңыздар енді. Тангенс альфа және тангенс 2 альфаны жазсақ, бізде есеп бітіп тұр. Мына бір үшбұрышқа қарап тангенс альфаны жаза аламыз ба? Тангенс альфасы нең неге қатынасы? R бөлінген А бөлінген 2 ғой. Сөйтіп жаза салайық. Тангенс альфа не болады екен? 2R бөлінген А. Мынаны қоршап қойын, қазір біз қолданамыз оны. Енді тағы тангенс 2 альфаны жазып көрейікші. Тангенс 2 альфа, 2 альфа ғой мынау. Үлкен үшбұрышқа саламыз. Үлкен үшбұрышқа тангенс 2 альфа жазамыз. Қалай H минус R? Толық H емес па? H-ты неге бөлем? Етіп, тангенс 2 альфа бөлінген А болады, иә? Так. Мына екеуі бар. Біздер теңестіруге енді мына жерде H керек па бізге? H жазып алсақ. Мына жерден H-ты өрнектеп алсақ немене болады? Үлкен үшбұрыш бойынша мынаның квадратынан сайт түбірге алмайын ба? H дұрыс па? Соны қазір қолданамыз. Тангенс 2 альфаның формуласын еске түсірейік. Тангенс 2 альфа дегеніміз үстінде 2 Так. Енді не істейміз? Осыған теңестіре салады екенбіз. Осыны тең мынаған деп ше. Жаза қоямыз. Тангенс альфаның орнына не қоямын мен? 2 мынаны қоймайын ба? 2 көбейтілген 2 Так. 2R бөлінген немене? А болады. Бөлінген 1 минус 2R бөлінген А-ның несі? Квадраты. Осының бәрін тең немене еді болады? Тангенс 2 альфа ма? Тангенс 2 альфаның мәні тағы да неге тең? 2H бөлінген. Қай жерде? 2 танген альфа болып тұр ғой. 2 көбейтілген. Мына жерде қалып кетті, жақсы. Тең неге дейміз? 2H бөлінген А. Өткенде осы форманы аяқтай алмай қалған естеріңізде болса. Мынаны қысқартып жібереміз. Армен қарап бізге не қорыту керек өзі? Давайте пропорция қылып жүрсек. Мынаны көбейтіп салайық, ә? Сол кезде немене болады? Мынаны көбейтсем, алар қысқарады да немене қалады? 2R. Ананы бер жаққа көбейте саламыз. Пока тұра берсін, иә? 2R. Аның несі? Мынаның өзінде мінекей. Осындай ғой. H керек қой бізге, иә? H-ты орнына